Papalarına varmış bak papalar. Sen niye suratın attın? Vitamin aynı uyarlamış. Vitamin. Ama sonra O niye айтпаса? men қазір ертең үйленіп аламын да сендерге айтып беремін, жарай ма? Бақма? Бақ. Ертең үйленіп аламын мен. Biz seni koyalım. Иә? Айтып беремін. Бүгінгі біздің қонағымызды таныстырайық. Аға, кеш жарық. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Ең алдымен сізге бүгін бірнеше сұрақтар қойғымыз келеді. Бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіз, және осы Америкаға қай себеппен келдіңіз, сол жайлы бірнеше айтып кетсеңіз. Рахмет. Менің аты жөнім Сейдғаппар, фамилиям Исақов болады. Осында баламызбен келініміздің арқасында осы Америкаға келіп қалдық. Бұрыннан армандап жүрген арманымыз еді. Сол бүгін іске асып, баламызбен келіннің үйіне қонаққа келдік қой. Америкаға. Керемет, сіз үшін қуаныштымын. Бірінші рет келіп тұрсыздар, иә? Қанша жыл сіздің балаңыз осында жүр? Балам осында оқығанымен балам қазір 6-шы жылға барады. Біз бірінші рет келіп тұрмыз. Осында келінім, балам, 2 немерем бар, егіз қызымыз. Сіздер сонда тур визасымен келдіңіздер, иә? Қандай қиыншылықтар болды ма осында келетін кезде? Соны біраз айтып жатсаңыз. Тур визамен келдік, бірақ анау айтарлықтай қиындықтар болған жоқ. Жаңағы елшілікке барған кезде сұрақтар болды, бірақ оңай сұрақтар қойылды. Баламыз бен келініміз осында жаңағы грин картасы бар дегесін бар. Бізге оңай өттік. Сұрақтар оңай болды, оңай жауап бердік. Оңай өттік. Жолымыз да жақсы болды. Қиналмай келдік. Франкфурт арқылы келдік. Алматыдан Франкфуртқа, Франкфурттан Вашингтонға ұшып келдік. Ол жерде баламызбен осында құдағиым бар. Ол кісі қалды. Енді білуімше сіз уже қайтайын деп жатырсыз. Бір айдай осында болыңыз. Енді бір ай ішіндегі осында көрген өмір, яғни сырттан жай қыдырып емес, осы жақтың өмірін көрдіңіз. Сізге қалай ұнады ма, не ұнап жатыр, не ұнамай жатыр дегендей. Сол туралы мен ойлаймын, біздің Қазақстанда жүрген адамдарға өте қызық. Біз өзіміз де жақын арада келдік. И әрдайым біз салыстырамыз. Қазақстанда осындай, Америкада мынандай деген сияқты. Сіз енді қысқа уақытқа келіп, осы жақты көріп жатырсыз. Не ұнап жатыр, не ұнамай жатыр, өмір қалай екен, соны айтып жіберсеңіз. Жалпы біздегі өмір мен бұл жақтағы жаңағы өмірдің арасындағы айырмашылық сол 180 градусқа екен ғой. Біздердегіден өлшем бірлігі де бөлек. Былайша айтқанда басқа әлемге келгендей сезініп отырмын өзімді. Бірақ барлығы жақсы, жаңағы балдарымның достары бар екен, жаңағы келіннің ағасы бар екен, келіннің жаңағы құдашағы бар екен осында. Сол кісілермен жолықтық, сол кісілермен де қонақта болдық. Енді былайша айтқанда Американың іш жағынан көрдік қой енді. Мен өзі құрылысшымын. Сөйтіп басты сол құрылыстарын қарап өттім енді. Біздегімен салыстырып. Басқа саланы білмейміз ғой енді. Бірақ бұл салада бұлардың жаңағы ұқыптылығы маған көп ұнады да. Біздер бірінші жұмыста істеп алып, одан кейін жаңағы благоустройство дейді, сонда істеп атсақ, ол кісілер бірінші соны істеп алады екен, жаңағы коммуникациясын бәрін істеп алады екен. Онан кейін барып құрылыс жүргізеді екен. Тап-таза, сол жақтағы ұнады. Жалпы Америкада бір ай болдық қой. Ертең 2 күн Құдай қаласа Қазақстанға қарай жүреміз. Жалпы ұнады. Бұрын өзім Американы басқаша түсініп, балдарыммен таласатынмын ғой. Ол жақтың еш нәрсесі жоқ, өзімізде бәрі жақсы деп. Бұл жақты көрдік міне. Бұл жақтар да жақсы екен, адамдары да жақсы. Жаңағы халқы да меніңше өте тәртіпті, мәдениетті екен.
өткен адамдардың бәрі күліп амандасып жақсы кетеді енді. Біздегідей жаңағы ритм дейміз ғой енді. Біздегідей мөрді ондай емес ау. Жай өте қарапайым барлығы қарапайым екен. Мен өзімше басқаша ойнағам. Бұл жақтың барлығы жаңағы көп дүниесі бар адамдар, жаңағы жұмысы не біртүрлі бізден үлкендеу өздерін биік санайды деп ойласам, жоқ ондай емес екен, бәрі кішіпейіл, барлығы сондай деп ойладым. Енді біраз жақсы жақтарын айтып жатсыз. Қандай ұнамайтын минустары бар? Но деп айтады ғой, сондай нолар қандай бар минус? Сізге көңіліңізден шықпаған бар ма? Көңілден шықпаған жайы жаңағы естіп жатырмын ғой, осында жаңағы медициналық көмек қымбат екен дейді да. Бізде әйтеуір Құдайға шүкір әзірге қолжетімді ғой енді. Қолжетімді. Солы маған ұнады. Ұнамағаны бұл жердегі жаңағы медицинаның бағасының қымбаттығы маған ұнамай тұр енді. Бізде ол жағы өте жақсы екен. Басқасы бағаларды да салыстырдық. Біздікіндей енді. Бізден төменде бағалар бар екен. Қымбат жайлары да бар. Бірақ енді бұл жерде жалақы да соған не ғой енді, үлкен ғой бұл жердің жалақысы. Мысалға киім кешек Қазақстанмен бірдей немесе төмен деп айтуға болатын сияқты. Азық-түлік енді кейбір позициялар жоғары, бірақ жаңа көкөніс нелер адамдарға қолжетімді сияқты көрінеді осыны. Енді осы жақтың алатын жалақысымен салыстырғанда біраз ақша осы үйдің арендасына кететін сияқты бұл жақта. Енді сіз айттыңыз құрылыс саласында негізі құрылыс маманы, бұл жақтың үйлері қалай, біз жақта қалай салынады, басты айырмашылық, сіз біраз қарап зерттеген сияқтысыз. Ең басты не айтатын? Менде жаңа айтып жатырмын ғой, Америкадағы ұнағаны өте қарапайымдылық екен. Біздерде енді климатические условия дейді, соған байланысты бұл жерде жаңағы табиғаты жаңағы жайлы болғасында үйлері біздікіндей емес те, біздер енді былай күрделі саламыз ғой. Бұл жерде біз фундамент жасаймыз. Бұл жерде фундаментті аз ғана жасайды екен. Соның кейін жаңағы қабырғаларының барлығы жаңағы жеңіл материалдардан істелінеді. Соның кейін біздердегі көп жаңағы қаражат дейді ғой, кететіні үлкен қора жоқ, үлкен ашекейлі жаңағы қақпа жоқ. Соның кейін фундаменттері төмен болғасын, алдында баспалдақтар жоқ. Соның өзі де көп құрылысты экономиялау дейді бұл жерде. Біздерде соның барлығы бар. Соның кейін біздікі жаңағы сейсмический зона, бізде солар бар. Бізде құрылыс өте қымбат болып тұр. Енді осы үйді қазір бір айналып шықсақ, біздің көріп жатқан адамдарға да қызық болатын сияқты. Осы үйдің кіреберісі қалай ойлайсыз? Мынау енді бұл жақтың ауа райы қолайлы, есіктерде жай ма? Ауа райы қолайлы болғасын, біздікіндей тамбур жоқ та. Біздерде обязательно бір есік болады, одан кейін ішкі есік болады, тамбур, суықтан қорғау үшін. Кіреберіс болады отдельно. Кіреберіс болады. Бұл жерде ауа райы қолайлы болғандықтан ондайлар жоқ та. Есіктен бірден мынау не дейміз, мынау залға өтеміз. Қазақстандағы үйлерден жаңағы холл, гостиный бәрі бір жалғасып жатыр, жалғасып бір жатыр. Отдельно кішкентай бөлмелер емес. Содан кейін бұл жерде жаңағы үйдің бөлменің жаңағы биіктігі аз. Мына жерде үйдің биіктігі 2-де 30, 2-де 40 сантиметр болып тұр. 2 метр 30 сантиметр болып тұр. Қазақстанда стандарт қандай биіктікте? Бізде 3 метр салып жатыр ғой, 2-де 83 салады біздерде. Бұл үйдің жаңағы биіктігі, бөлменің биіктігі аздау. Содан кейін барлығы жаңағы жеңіл конструкциядан істелінген, гипсокартон, ішінде ағаш. Сонда мына үйдің құрылысы бәрі ағаштан жасалынған ба? Барлығы ағаштан жасалынған. Қабырғалардың жаңағы қалыңдығы дейміз ғой. Бұл жерде сол 15-20 сантиметрге дейін ақ болып тұр ғой. Қабырғаның ұзындығы
қалдығы 18-20 сантиметр. Яғни біздің Қазақстанның ауа райына бұл үйлер шыдамайды. Шыдамайды. Астананың ауа райына вообще шыдамайды. Бір жел боран ұрса сразу құлап кетеді. Осы жаңағы өздерінің ауа райына осыны ойланып осылай салынғанда, бұл жерде жаңағы фундамент өте төмен. Содан кейін ескі үйге кіретін баспалдақтар жоқ. Үйдің айналасына біз атмоска деген құяды ғой. Бұларда ол да жоқ. Содан кейін жаңағы забор дейміз ғой, забор жоқ. Жаңағы темірден қақпа істеп жатады ғой. Ол да жоқ. Соның өзі көп жаңағы үнемдеу да. Бұл жерде қарапайым. Сосын менің байқағаным, бұл жарық өте аз. Жарық та аз. Бұларда өзі стандарт бойынша 110 вольт болады екен да, токтың күші. Бізде 220. Бізде 2 есе бұлардікі. Содан кейін үлкен лампылар қою керек бұлар. Лампыларды төмендеу. Барлық үйде соны. Негізі менің естігенім, американдық адамдар негізі қатты жарықты жақсы көрмейді екен. Мысалға, жатын бөлме, спальный деп атаймыз ғой, о жақта вообще даже мынау жарықтық орнатылмаған, тек анандай лампалар арқылы сондай бір атмосфераны жақсы көре ма, сондай ау деймін. Өйткені мына потолокқа қарасаңыздар, жарықтық өте аз, мына жерде люстра атауымен жоқ. Тағы не байқадыңыз? Тағы да содан кейін бұл жерде не жаңағы жылу құралдары дейді ғой, отопительный приборы дейміз ғой, жаңағы радиаторлар жоқ. Содан кейін біздерде қазір жаңағы теплый пол деген істеп жатыр ғой. Ол да жоқ бұда. Сонда бұл үйлер не қалай жылынады? Мына жоғарыда мынандай не бар, екі вентиляцияның несі, біреуімен жаңағы кондиционерный воздух келеді жаз кезінде, екіншісімен жылу үріледі. Оның барлық несі жаңағы котел дейміз ғой, бұл кісілерде шатырда орналасқан екен. Шатырда тұр, сол автоматика өзі істеп тұрады. Жаңағы кондиционердің установкасы сыртта тұрады. Содан бөлмелердің үстісіне, мына жерде, мына бөлмеде екі жерде келіп түседі. Жаңағы жаз кезінде салқын ауа, қыста ыстық ауа келіп тұрады. Мына ортада тұрғаны, бұл іштегі ауаны сорып алады, іштегі ауаны алып, одан кейін жаңағы котелдің жаңағы несінен қызып, қайтадан аналармен бет түсіп тұрады. Сондай істелінген да бұлар көксердің. Өйткені қысы жеңіл да, қысы жылы. Қазір мысалы бүгін январдың 1-і далада 10-12 градус жылы. Осындай өзгеше басқа система. Енді Американың үйлерін қызық деп көретін адамдарға, мына баспалдағы да біздерде жаңағы жаңғақ ағашынан, қара ағаштан істеп тастайды. Бұлар кәдімгі фанерадан істегенде ковролармен қаптап тастаған. Яғни бұл экономный вариант. Бұл да экономный. Осы үйлер бізде салынса өте арзан болады. Осылай салынса. Зато адамдарға қол жетімді. Қол жетімді болады. Мына жерде бізде кладовка деме? Кладовка, гардеробный сияқты істеп қойған. Мынау жерде ас үй. Ас үй кухнялары. Мына бір есік жақсы қарастырылған. Аулаға қарай шығатын тағы бір есігі бар. Мынау үйдің. Біз қазір достар түнгі кешкі уақытты түсіріп жатырмыз, дала қараңғы. Бұлай күндіз түсірсек, видео фотосын қоямыз. Мына жерде газон, өзі американдықтар газонды не қарағанды жақсы көреді ау деймін. Газон бар. Мына жақта екі машиналық арналған гараж бар. Жарықты жағамыз, екі машина сияды. Өте үлкен. Автоматтандырылған қақпасы бар. Өте ыңғайлы. Барлық үйлерге осылай қарастырылған. Астында гараж. Мынау кладовка. Барлық бөлменің қасында, жатын бөлмесін, жаңағы асхана болсын, барлығының қасында, былайша айтқанда, кладовкасы бар, қоймасы бар. Өте ыңғайлы. Және менің байқағаным, бүкіл мына американдық үйлерде осы кладовка, мынау айтып отырғандай, мына жерде көрсетейік достарға. Бүкіл барлығын үлкен упаковкада алады екен да, тамақ болсын, не болсын, бәрін осындай неде сақтайды. Кішкентай санузелі.
санузел. Мынаны көрсетейік. Мына жерде жаңағы айтып өткен автоматты түрде жаңағы жылуды, кондиционерді басқаратын мынандай таблосы бар. Осы жерде керек температурасын қойып қояды. Мына бірінші этаждікі. Екінші этажда біреу осындай бар. Әр қабатқа. Сонда жылу светпен бірге келеді ау деймін, иә? Өйткені жылу бұл жақта газ екен. Газ ба? Табиғи газ котел төбеде тұр. Содан не қылады да, жаңағы ауаны алып, ауаны қыздырады да, қайтадан жаңағы немен ыстық ауаны үрлеп бөлмеге беріп жатады ғой. Енді екінші этажға өтейік. Бөлмелердің биіктіктері аз болғасын, баспалдақтарында саны аз. Бірақ біздегідей стандарт 30-да, биіктігі 15 см істелінген. Мынау екінші қабат. Екінші қабаттың барлығы жаңағы жатын бөлмелер. Мынау бір жатын бөлме. Жатын бөлме. Мұнда жаңағы несі бар, гардеробный бар. Терезелері де жаңағы бір шетінен шығарылған. Осының терезенің жарығы осы бөлмеге жетеді. Сіз айтқандай мына галтель ғой, иә? Олар да жоқ, иә? Галтельді қоймайды бұл кісілер. Гипсокартоннан жаңағы барынша гипсокартоннан төбесін сонымен істейді. Барынша қарапайым, арзан материалдар. Мынау бір бөлмесі. Мынау келесі бөлме. Келесі бөлменің жаңағы несі? Гардеробные. Бұл өте ыңғайлы, иә? Өте ыңғайлы. Біздегідей жаңағыдай шифонер, жаңағы болмаса бір қымбат мебель алып қойып жатпайды екен. Өте қарапайым. Тағы бір бөлме. Сонда жоғарыда 4 бөлме болды. 4 бөлме. Бұл жатын бөлменің де өзінің керемет несі бар. Өзінің жаңағы гардеробный бар. Шағын бөлмелер өте жақсы, және бүкіл мынау екінші этажында мынау не кавраланды. Кім бүйтіп түсір, кавраланды түсіріп тастаған, қойып қойған. Бұл да аяққа жылы, әрі жаңағыдай арзан. Ең плюсы пол жумаймыз. Тек қана пылесостаймыз. Оны ер кісілерге береміз пылесостауға. Мына жерде 3 бөлмені көрдіңіздер. Енді 4-ші бөлме мына үй иелерінің бөлмелері. Оған кірмей қояйық, достар. 4 бөлме екен жоғарыда. Және де не бар, иә? Жоғарыда қонақтарға арналған жаңағы санузел бар. Өте керемет. Мынау жерді көрсетіп кетсеңіз, аға, бұл не бізде? Бұл жерде жаңағы кір машинасы тұрады екен. Сонан кейін Америкада барлық үйде жаңағы кірді құрғататын машинка тұрады, 2 машинка. Айтылмаған, бұл мына жоғарыдағы, бұл не, соны? Жоғарыда мынау енді жаңағы бүкіл жаңағы кондиционирование, вентиляция, сонан кейін жаңағы отопление дейміз ғой. Сол осында тұрады екен. Мынау американский киноларда көретіндей подвал немесе крыша сондай не болып тұр ғой мұны. Ал енді біз жоғарғы крышаға өттік. Соны мынау жерді айтып жүрсеңіз, не көріп тұрмыз біз? Мен бірінші рет өзім таңғалып тұрмын. Бұларда үйлерде шатырда болады екен. Мынау құбырлар дейміз ба? Осы құбырлар әр бөлменің үстінен түсіп жаңағы жылумен жаз кезінде салқын ауаны жіберіп тұратын трубалар. Барлығы мынандай полиэтилен немен ішінде жаңағы утеплителмен утеплять етілген. Бірінші этажы қалай болады сонда? Бірінші этажға да осылар түседі бар. Осылар барып түседі? Жаңағы ана үйдің планын қаратын болсақ, анау кладовканың ар жағаларында вент шахтары қалдырылған, ол көрінбейді. Содан түседі да, жаңағы үйлердің патологының төмен болғанда сондай. Өйткені өздері 3 метр істеген, кейін төбеде 30-40 сантиметр жаңағыдай төмендетіп гипсокартон қағылады да, соның ішімен жаңағы жылу жаз кезінде жаңағы су ауа соған беріліп тұрады. Мынау газ котелы.
көрдіңіз бе, газ жанып тұр. Қазір қыс кезі ғой. Осымен қазір жылы ауа алып, мына барлық құбырлар арқылы барлық бөлмелерге, бірінші қабатқа, екінші қабатқа кетіп жатыр. Мысалға бізде, мен өзім Қызылордаданмын. Қызылордада бізде осындай котел отдельно бір бөлмеде ма неме тұрады? Иә, бір Оларда сонда шатырда оларда шатырда қойылып тұр. Өте қызық. Мынау жаңағы біздерде Аристон дейді ғой, ыстық су беретін не. Бұл немен электрмен істейді. Ыстық су береді жаңағы санузел. Мына жаңа айтып жатырмыз, тақтайлары өте қалай? Иә, өте жұқа. Аха. Мына жағы 4 сантиметрде болмайды ау. Мына жағы 10-11 сантиметр. Осындай брустардан, бүкіл үй осындай брустардан жиналып салынған. Енді бұл осылай біз Қазақстанда сала аламыз ба? Астанада мен ойымша точно сала алмаймыз, өйткені ол жақтар, мына жыл жақтар Шымкент. Біздің Шымкенттерде осылай салуға болатын шығар, бірақ тек қана мына бөренелердің қалыңдығын көбейтсек. Сөйтіп жаңағы ішіне жаңағы жылытқыш, плита, утеплитель, пенопласт қойып шықсақ, егер осылай салсақ, біздерде үй көп арзан болатын шығар. Көп арзан болатын шығар деп ойлаймын. Көп арзан. Иә. Қазір осыны көріп, планын алып кетеміз, барып үй жақтарда санап көреміз біздердің бағаменен. Иә, басқа жердің тәжірибесін, опытын алып, өзімізде қолдану керек деп ойлаймын. Басқа, мына жер салқын екен, достар. Мынау ақ не нәрсе? Бұл ақ жаңағы не ғой, шатырды жылытатын, утеплитель дейді. Бізде де болады, неден мақтаның түтілген несі ғой. Былайша айтқанда. Жылы болу үшін осыны қойып тастайды. Қарапайым жаңағыдай сіз бір рет айттыңыз, бөлмеде мынандай не деп айтады? Иә, қарапайым. Біздер жаңағы галтель деген қоямыз, бөлмелерге жаңағы кафель қоямыз қабырғаларына, полының еденге де жаңағы линолеум, паркет салып тастаймыз. Бұл жерде соны қарапайым жасаған. Жарықтықта тоже, өте бәрі экономный. Экономный қарапайым екен. Қарапайымдылық бұл кісілерде басым екен. Бізде, біздің енді экономикамыз Америкадан төмен ғой, бірақ бізде жаңағы көп шығын болады деп отырмын. Біраз нәрселерді де бізде ойлап отырмын, енді бізге де соны пайдалануға болатын шығар, жаңағы қарапайымдылықта. Басқа не ұнады? Мен ойымша планировка деп айтады ғой, ол жағынан да бұл жақта жақсы сияқты, иә? Бөлмелерде, мысалы, әр бөлмеде жаңағындай клозет, не деп айтады, гардеробный жасалынған өте ыңғайлы сияқты. Ол әрине құрылыс кішкене қаражат болуы мүмкін, салынатын компанияға да, бірақ адамға кіргенде өте қолайлы сияқты. Бөлек шкаф сатып алмайсың, сондай бір планировка жағынан адамдарға ойластырып жасалынған сияқты да. Кейбір Астананың үйлерін мысалы қарасаң, кішкентай бөлмелер немесе планировкалары дұрыс емес, сондай бір. Бұл жақта мен ойымша ол жағынан жақсы сияқты. Дұрыс айтасыз. Бұл жақта жаңағы жер көп қой, жер кең екен да. Бізде де Қазақстанда кең қой. Бірақ біздер өте жаңағы үйлер мен үйлердің арасын жиі қойып қоямыз ғой деймін. Бұл жерде енді келген кезде осы жерде қаланы көріп жатырмыз, кеше Вашингтонды көрдік. Жаңағы көшелері кең, жаңағы тротуарлары кең, содан кейін барлық жерде газон өсіп тұр, сондай да. Содан кейін жаңағы бізде жаңағы жол белгілері дейді ғой. Соны бізде өте көп қойып тастаған да. Бұл жерде бірен саран жол белгілесін көресіз. Бізде әр қадам сайын қойып тастаған ғой. Мына жерге тоқтауға болмайды, мына жерге бұрылуға болмайды, мына жерде. Демек болса штраф салады. Бұл жерде өте қарапайым екен. Сол қарапайымдығы маған көп ұнап тұр. Бізде жаңа шашал десе басылады ғой, сондай сияқты тұр ма білмеймін. Қазіргі менің өзім ойым да енді. Жалпы айтады ғой, басқа шетелге шықса, қайтадан оралғанда адам басқа адам болып барады екен деп. Негізі осылай қыдырып жүргенде өте керемет. Сіздер мысалы қазір жаңа әсермен елге оралайын деп отырсыздар. Осы алған біліммен басқа туған туыс ағайын достармен бөлісіп,
Енді тағы бір мәселе мен ойландыратын, осы біз жақында ғана Америкаға көшіп келдік, өзіміздің бір қызымыз бар. Сізде айттыңыз, мына балаңыз осында Америкада, немереңіз бар, 2 немереңіз, соларды ойлағанда сізге қандай бір уайым дейма, бар ма? Осылар осы жақта жүр, сырт елде жүр, олар қайта ма, қайтпай ма? Сол жағынан қалай ойлайсыз? Сізді не қобалжытады? Бар ма ондай ойлар? Іштей уайым бар ғой енді. Жаңағы әз немерелерім 4 жастан асты, жазда 5-ке келеді. Қазір әзірге енді әке-шешесімен сөйлескесін, біздермен сөйлескесін қазақ тілін біліп жатыр. Бірақ кейде кейбір сөздерге қиналып қалған кезде екеуі де ағылшынша өтіп кетіп сөйлейді. Біз ағылшынша білмейміз, бізге қазақша сөйле деген кезде сәл қиналып сөйлеп жатыр да. Енді ертең ол мектепке барады, жаңағы ары қарай не болғасын, сол тілін ұмытып қала ма деп қорқамын да. Енді әке-шешесі ұмыттырмаймыз, сөйлеп тұрамыз дейді, бірақ енді көп уақыты жаңағы мектепте, жаңағы балабақшада болған кезде ол тілін ұмытып қалмасын деген ойым бар. Ал жалпы балдарыма Құдай қаласа біз шақырды, көрсетті, барлық жерін аралатты, ризамыз, жұмыстары жақсы, жалақылары дұрыс, өздеріне жетеді. Америкада ол жағына жұмыс істеген адамға жағдайың бәрі жасалған екен да. Ол дұрыс. Сол жағынан болмаса тек тілін ұмытып қалмасын, салт дәстүрді ұмытып қалмасын деп ойланамын. Неге оны сұраймын, өйткені шетелде жүрген мен ойымша біраз қазақ азаматтары, азаматшалары бар. Олардың да ата-аналары мен ойымша ойлайды, өздері де ойлайды, мысалға шетелде жүргеннен кейін ол басқа. Сол біраз уақыт осында танысып жатырмыз, 10 жыл, 20 жыл өмір сүріп жатқан қазақ ағайындар бар. Кейбіреулері уже осы жақтікі болып кетеді, уже біраз уақытын осында өмір сүріп жатқаннан кейін. Бірақ мен ойымша әр адам іштей ойланады, негізінде түбінде осында боламыз ба, әлде елге қайтамыз ба деген сияқты. Енді сол сіз осы шетелде жүрген отандастарға қандай бір айтарыңыз бар ма мысалға? Енді білмеймін ғой, біздің ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой, басқа елге барып, сұлтан болғанша еліңе барып ұлтан бол дейді да. Балдарыма да, келінге де айтып жатырмын, енді жұмыс істеңдер, жас кезде әйтеуір өздерің білім алыңдар, білімдерін жетілдіріңдер. Бірақ елді ұмытпаңдар, Қазақстанға қайтып келіңдер. Өйткені жаңа осы жатқан балдарың елден алыстап кетпесін деп айтам. Осында істеп жатқан жігіттерге де бәрін айтамын. Енді Қазақстанда жағдайымыз жақсы болып тұрса, олар бұнда жүрмес еді ғой. Енді жақсы жерді іздеп осында келіп жатыр. Осы жерді көріп, жақсы өмірді көріп, сол жақсы өмірді солар бізге апару керек қой деп ойлаймын енді. Сол жас буын, сол осы жақта жүрген жастар, осы жақтан тәжірибе жинап, білім алып, соны бізге Қазақстанға апару керек. Менің ойым сол. Мен де сізді қолдаймын, әр осылай білімді азамат сыртқа шығып кете берсе, біздің елдегім қалады деген сияқты. Негізі, біраз уақыт жаңағындай тәжірибе алғаннан кейін, әрине Қазақстанға бір әркімнің бір үлесі тию керек деп ойлаймын. Өйткені сыртта жүрген адам, мен ойымша, шынымен де кәдімгідей Қазақстанда отанын сағынады. Біз өзіміз аз ғана уақыт болды, бірақ сыртқа шыққаннан кейін ол сол бір іштей сезім одан самайын оянады екен да. Қазақша сөйлегім келіп, міне біз осылай қазақша қазір интервью жазайық деп, негізі орысшада жазуға болатын еді, бірақ қазақша осылай контентті арттырып, қазақша осы сөйлейтін біздің оқырмандарды арттырып, осылай сыртта жүрген білімді адамдармен, азаматшаларымыздың ойларымен бөлісіп, сіздерге де бір мотивация болсын деген ой. Аға, сізге көп рахмет, сіздің өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп жатырсыз. Сізге де бір керемет
тәжірибе болды деп ойлаймын. Сыртқа осылай Америкаға келіп, негізі Америкаға келу үшін айтқанда көбісінің арманы, менің де өзімнің арманым болатын. Достар, мен ойымша үміт үзбеу керек. Мен осыдан 5-6 жыл бұрын отказ алып, елшілікке барып, одан кейін Америка маған бір не сияқты көрінді, мүмкін емес сияқты. Бірақ міне осы жылы аяқ астынан осылай тез болып, осы Америкаға келіп, солай болып жатыр. Америкаға келу әрбір көбісінің, мен ойымша тоже арманы. Осы жақтың өмірін көру, ең болмаса тұрмасаң да бір келіп қыдырып кету дегендей. Сіз осы жылы сіздің арманыңыз орындалыпты. Мен ол үшін қуаныштымын. Бала жағаларыңызды көріп, балаңызды көріп қуанып жатсыз. Сізге енді ақ жол тілейміз. Кетейін деп жатырсыздар елге. Қайтып келеді деген ойдамыз, өйткені сіздің визаңыз енді 10 жылға күш қуат болса, әрі-бері жүріп шаршамай жүре беріңіз. Ал осымен біз бүгінгі әңгімемізді аяқтаймыз. Жақсы, түзу болдыңыз. Біздің бірінші қонағымыз болған аға, сізге рахмет.